Ғани, маған көйлек апер. Өткен жолда Мальдивке апарам деп апарған жоқсын. Машинам да ескіріп қалды. Жаңасын ауыстырып берші. Жауап берсеш? Лаура, мен жұмыста отырмын ғой. Өнеріңді осы жерде көрсетпейтін шығарсың. Кешіресіздер. Құрметті әріптестер, Шымкенттегі филиалдың жұмысы ақсап тұрғаны өздеріңізге белгілі. Машинамды ауыстыруды ұмытпай, ә? Ауыстырамыз. Мақыл, жақсы. Мен кеттім. Ондағы шапандардың сапасының төмендеуі, сатылымның аз болуы, сол жерде жұмысшылардың жауапсыздығынан деп ойлаймын. Соған орай менде жақсы бір жоспар бар. Басеке, не болды? Тыныштық па? Болмай жатыр ма шапаның дизайны? Басеке, сіз осы дизайнмен айналысып жүргеніңізге 8 ай болды. Не қылса қоя салмайсыз ба? Кім бар? Бар, ана клиентің келді. Алдымен таңдап алсыншы. Қазір жүресін айтпесе. Артында мына құдаңызға жақсы жарасады, анау күйеу балаңызға жақсы тұрады деп. Соңында алмай кетеді. Дизайн дұрыс емес деп. Ал оны сызған өзіңіз білесіз ғой кім екен. Мақал. Сен кімнің арқасында жүргенін білесің бе өзі? Мен болмасам боң жоқ кетер едің ғой? Жиенім болғаның үшін жүрсің осында. Мұнда біреу бар ма? Жоқ ешкім. Жынды ма мыналар? Уже 8 күн болды ғой, енді қашан төлейсіңдер? Апай, кешіріңізші. Осы айда кішкене ақша жағынан қиналып тұрған едік. Сәл күте тұрыңызшы, төлейміз, е? Білем ғой, кредиттің төлейтін уақытсыз болған. Енді қайтем. Ақша түссе бірден кредит жабам. Жарайды. Кредит ба масалап жатқан? Сол ғой. Руслан, ештеңе етпейді. Сен сияқты мықты дизайнерге любой жерде жұмыс табылады.